Саламатсыздар оқушылар. Көркем еңбек пәні 8 сынып ұлдар үшін көркем еңбек пәнінің мұғалімі Жұмағалиев Қуаныш Аталабұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұйым дайындау. Оқу мақсаты қол, механикалық құрал жабдықтарын қолдана отырып, бұйымдардың функционалдық және эстетикалық сапасын арттыру үшін материалдарды өңдеу мен безендіру әдістерін анықтау, пайдалану. Өз бетінше дайындаған технологиялық құжат пен күрделі бұйым жасау, шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін пайдалану. Сабақтың мақсаты бұйым дайындау, қалдық былғары материалдармен кәдесыйлық торсық бұйымын жасау, жұмыс барысында эстетикалық талғам мен ұлттық нақышта орындау. Оқушылар, тақтадағы суретке назар аударайық және сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: суреттегі құралдар қалай аталады? Бірінші суретте белгі түсіргіш деп аталады. Екінші суретте бор, үшінші суретте біз деп аталады. Екінші сұрағымыз: құралдардың атқаратын қызметі қандай? Теріде тігін түсіру үшін із салады, белгі салғышпен, бортпен тігілген тігісті тегістейді, бізбенен теріні тігіске тесу үшін пайдаланады. Былғарыдан кәдесый торсық дайындау үшін балалар тақтадағы суреттерге назар аударайық. Тақтада суретте сіздерге түрлі торсықтардың суреттері көрініп тұр. Торсық теріден илен дайындалатын, тігілетін қазақтың сусын құятын ыдысы. Торсықтың дайындалу технологиясына тоқтала кететін болсақ, иленген теріні ағаш тамырларын бояуларына қайнатып бояп алып, және соны пішіп, торсықты тігіп дайындалады. Торсыққа сусын құю үшін ағын суларға салып жуып алады. Тігілгеннен кейін болмаса қызыл шаймен жуып иіс кетіріп аламыз. Сикадерлік бұйым торсық жасау үшін алдымен бұйымның нобайын сызып аламыз. Орындау ретіне тоқтала кетсек, сикадерлік торсықтың қағаздан үлгі қиып дайындап аламыз және былғарыдан торсықтың екі бетін дайындап аламыз. Текстеп қиып аламыз және инемен көктеп тігеміз. Екі бетті қосып тігіп алғаннан кейін, мына жеріне біз бау тігу үшін арнайы тесік шығарып тесіп аламыз және содан соң ішіне құм салып, нығыздап, мынадай сикадерлік торсық жасауымызға болады. Оқушылар, сіздерге сарамандық жұмысты көрсетіп жіберейік. Оқушылар, міне жаңа айтылғандай қағаздан үлгі қиып алып, соны теріге былғарының үстіне бастырып қиып алған кезде біз мынадай ғана екі бетін дайындап аламыз. Осыны инемен жіппен тесу тігуіміз керек. Ине жіппен болмаса, қазір біз сіздерге жаптау болу үшін ыстық клеймен пайдаланып жұмыс жасаймын. Назар аударып отырыңыздар, балалар. Қалдық былғарылардан осылай жұмыс жасай береміз. Мен сіздерге қазір ыстық клеймен пайдаланып отырмын. Ине жіппенен тігуге болады.
Оқушылар, міне біз екеуін қостық. Енді осы торсығымыз, сигадир торсығымыз әдемі болу үшін мынандай қошқар мүйіз ою үлгісін қиып алып, түрлі сәйкес келетін былғардан қиюымыз керек. Мен міне сіздердің алдарыңызда қошқар мүйіз ойын ақ былғардан жапсырайын болады. Біздің торсығымыз, сигадир торсығымыз әдемі болу керек. Тігісті пайдалансақ та болады сіздерге. Мінекей балалар, торсықтың, сигадир торсықтың үлгісін дайындадым мен. Ыстықпіле пайдаландым, енді ине жіпті пайдалануға болады. Осыған біз арнайы былғарыдан бау тігуімізге болады, болмаса бауды таспа ретінде өріп алуымызға да болады. Шығып кетпей үшін түйе саламыз. Бау салынды, ек жағына да ақ былғардан қошқар мүйізді ойынын салдық. Содан соң келіп ішіне құм салуымызға болады. Топырақ салып, біз сигадир жұмыс дайындаймыз. Сигадир торсыққа осылай ішіне құм салып толтырамыз. Осылай құм салып толтырып, содан соңында ағаштан тығын салып қойсақ, біздің мынадай ғана сигадир наурыз мерекелерінде жұмыс жасауға болатын, және де наурыз мерекесінде қазақтың ұлттық жаңа жылында сигадир сыйлық ретінде табыстауымызға болатын, біздің осындай торсық жасауымызға болады екен. Бауы бар, ішіне топырақ салып толтырып алсақ, сигадир топырақ торсық болып шығады. Мынандай қылып жасалып, баудан өру өте болады. Кәдесый торсығы деп отқан оқушылар осындай жұмыс. Оқушылар, келесі тапсырма қалдық былғары материалдарын таңдаймыз, қажет құрал жабдықтарын таңдау, бұйым үлгісін қағаздан қиып алып, өздігінен жұмыс атқарамыз. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қорытынды. Сабағымызды қорытындылай келе, қалдық былғары материалдарынан кәдесыйлық торсық бұйымын жасадық. Жұмыс барысында эстетикалық талғаммен ұлттық нақышта орындай алдық деп білдіреміз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.